керек емес, тұра берейін. Почему? Жүру қажет емес пе? Тұрайын ба? Қан тамған жер деген өзі менімше тек қана қазақта бар. Сондықтан менің бұл әртүрлі хикаяларым Шәуілдірден басталады. Шәуілдір қаласында туылып өстім мен 1930 жылы. Қалдаяқ ұлы Шәмші. Әкем менің атымды, есімімді Шәмшейіт деп қойды. Ол Түркістанның қисақы патшасын құрметіне Шәмшейіт деп атаған. Ал ән болса, менің жүрегіме анамның ақ сүтінен келді. Ақ сүтінен келді. Адам жан дүниенің түбінен қарасан, ән әуен түбінде жатыр. Оны ақырын суырсаң ғана шығады. Ал егер бабынан адасса, ол жабылып қалады. Сондықтан да мен түсінбеймін, осы адам пендесіне тек қана тамақ, ұйқы, күлкі ғана керек. Жоқ, отан да керек. Отанды қорғау ол менің парызым. Ел мен жерді қорғау керек. Сондықтан ел мен жерді қорғау керек. Сондықтан кең дүниенің табалдырығында тұрып, мен ант етемін. Менің әуендерім адамзаттың жүрегіне жетпей қалама деп болашақтың ұрпақтарына жетпей қалама деп қорқамын. Өйткені шашы жалбыраған, сақалы салбыраған жастардың, ән айтқан жастарға қарап тыңдағанда әндерін мен дүниеден кетіп қалғым келеді. Осы қазақ халқыма мені жоғары тұтып, мені жоғары ұстап, қазақ вальсінің королі атанғанына қазағымнан айналайын.